Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен куриные ножки духовке жасайтын боламыз. Өте дәмді. Алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып, тазартып аламыз. Оның үстіне чеснок, паприка және тұз саламыз. Және универсальная приправа қостым мен. Дәмі әдемі болу үшін, сәл ашты болу үшін аджика қостым. Аджика қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бізде аштыны жақсы көреміз. Және майонез салдым. Бізде шамамен бұл жерде 11-12 ножка. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, 6-7 сағатқа маринаттауға қалдырамыз. Яғни бүгін жасайтын болсаңыз, сіз азанда істеп қойыңыз қажет. Алты 7 сағатқа қалдырамыз. Қалауыңызша тағы да заттар қосуыңызға болады. Енді осыны 45 минутқа 200 градусқа пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, қып-қызыл, сочный, сулы болып шықты. Енді гарнир дайындаймыз. Алдымен табаға сұйық май құйып аламыз. Менде рисімізді жақсылап жуып, күрішімізді тазалап, осы майдың үстіне қуырып аламыз. 5 минуттай қуырып, оның үстіне тұз саламыз. Содан кейін үстіне су құямыз. Су сіздің күрішіңізбен бірдей болу қажет. Яғни асып та кетпеу керек, жетпей де қалмау қажет. Және астын басып, жарты сағатқа қоямыз. 10-15 минут өткеннен бір рет араластырып қоямыз. Міне шашырап өте әдем болып пісті. Дәмі әдемі болу үшін мен кукуруза қосамын. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.